Сәлеметсіздер ме білім алушылар, бүгінгі біздің сабағымыз электр жабдықтарын баптау. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ажыратқыштар, вакуумды ажыратқыш яғни. Жалпы ажыратқыштардың мақсаты, олар электр энергиясын қосып өшіруге арналған коммутациялық аппарат болып келеді. Ажыратқыштар олар кеңінен электр станцияларда, қосалқы станцияларда, өндірістерде кеңінен қолданылады. Ажыратқыштар олар түрлеріне қарай вакуумды ажыратқыш, майлы ажыратқыш, ауалы ажыратқыш, элегазды ажыратқыш деп бөлінеді. Және жалпы дүние жүзінде кеңінен тараған ажыратқыштың түрі ол вакуумды ажыратқыш болып саналады. Японияда вакуумды ажыратқышты 100% қолданылады, ал Еуропада, Америкада 70% қолданылады, ал СНГ елдерінде 50% қолданылады вакуумды ажыратқыштар. Вакуумды ажыратқыштар жалпы жұмыс істеу принципіне байланысты. Вакуумды ажыратқыштарда екі контакты болады. Біреу трансформатордан кіреді, екіншісі әуе желісіне қарай кетеді. Яғни екі контактор болады, және ішінде вакуумды ажыратқыштың ішінде екі клапан болады. Клапан бір-біріне жабысып тұрады. Ажырату кезінде астында привод болады. Приводқа электр энергиясы беріліп, привод қозғалады. Қозғалған кезде екі контакты, екі клапан, біреусі қозғалмайды, екіншісі қозғалады. Клапан қозғалу арқылы электр энергиясын ажыратады. Жалпы вакуумды ажыратқыш ол контактілерден тұрады, яғни біреу қозғалмайтын контакты, екіншісі қозғалатын контакты, және электр привод, және жерлендіргіштен, изоляциядан тұрады. Бұл жерде міне көріп тұрғанымыздай бұл астындағы привод болып келеді. Бұл рубильник, бұл блокировка, яғни оны біз жоғары көтерген кезде ешқандай жұмыс істемейді, төмен түсірмеймізше. Бұл жерде міне бірінші фаза, екінші фаза, үшінші фаза деп бөлінеді. Бұл жерде міне жоғарғы контакты, төменгі контакты. Бұның ішінде қызылмен көрсетілген олар клапандар. Яғни клапандар бір-біріне жабысып тұрады. Электр энергиясын өшірген кезде бұл жерде электр энергиясы келу арқылы ішінде приводты қозғалу арқылы клапандар бір-бірінен ажырайды. Ажыраған кезде электр энергиясы өшеді. Жалпы электр энергиясы бұл вакуум 6 киловольт, 36 киловольт электр энергиясының кернеуімен жұмыс істейді. Жоғары киловольтты кернеулермен жұмыс істеген кезде электр энергиясын өшіру кезінде үлкен дуга пайда болады. Сол дуганы өшіру мақсатында вакуумды қолданылады. Неге вакуум десеңіз, вакуумның ішінде электр бөлшектері өте аз болып келеді. Яғни дуга пайда болуға жол бермейді. Бұл жерде электр энергиясы кіреді, бұл жақтан электр энергиясы шығады. Екі арада жабысып тұрған клапан бір-бірімен өшірген кезде ажырайды. Жалпы бұл жерде екі клапанның ажыратылып жатырған кезіндегі сурет болып келеді. Бұлар егер жақындатып қараған кезде, олар арасында вулкандар бар сияқты, вулкандар тәрізді болып келеді. Жалпы вакуумды ажыратқыштар олардың артықшылықтарына келетін болсақ, олар өте қарапайым қолданыста және кішіректеу болып келеді. Бұл вакуумды ажыратқышты керісінше айналдырып қойсақ та, немесе жанымен бүйтіп стенаға қарай жабыстырып қойсақ та болады. Яғни ол ешқандай әсер етпейді. Вакуумды ажыратқыш ол деген экологиялық жағынан таза болып келеді. Және вакуумды ажыратқыштар артық дыбыс шықпайды. Экологиялық жағынан тазарақ дегеніміз, бұл жерге біз май еш нәрсе құймаймыз. Бірақ оның бір ғана кемшілігі бар, ол өте қымбат тұрады вакуумды ажыратқыш. Басқа оның кемшілігі жоқ. Жалпы бүкіл әлемде қазіргі кезде вакуумдық ажыратқышы өте жиі қолданылады. Жылдан жылға артып бара жатыр, себебі оны пайдалану өте жеңіл, эксплуатацияға оңай болып келеді, және өшіру кезінде тез жылдам өшіреді. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы вакуумды ажыратқыш. Жалпы толығырақ өздеріңіз оқып дайындап аласыз. Сіздерге жалпы вакуумдық ажыратқыш жайлы мәлімет осы бүгіндікке. Назарларыңызға рахмет.